Жезқазған өңірінде өркендеу жобалары, Ақтоғай мен Бозшакөлге маман іріктеу жөніндегі бағдарлама басталды. Бағдарламаның басты ерекшелігі Қазақмыс тарихындағы ең ірі 2 мыс кенішін игеру үшін жасақталатын ұжым компанияның қазіргі қызметкерлерінен құралады. Ең әуелі тау-кен мектебі бұрыннан қалыптасқан, әрі Қазақмыс мамандары көп шоғырланған Жезқазған өңірінің қызметкерлері алынбақ. Жаңа жобаның ұжымы карьерлік үлгідегі жаңадан ашылған кеніштерде қызмет етпек. Еңбек жолын даму жобаларымен өзектесе өруге бел буған мамандар енді тың технологияға, жаңа жабдыққа, кемел келешекке қол жеткізіп, кәсіби тұрғыда өседі. Ақтоғай және Бозшакөл игерілмеген ең ірі мыс кен орындары. Озық құралмен қамтылған жаңа заманның ұзақ мерзімді жобасы 2016 жылы кеніш пайдалануға берілгесін Қазақмыс тобы өндірісінің қазіргі көлемі 60%-ға артпақ. Жаңа ұжымның мүшесі атану үшін міндетті түрде тестілеу мен әңгімелесуден өту қажет. Өтініш Сәтбаев қаласында кеңседе дүйсенбі мен сенбі күндер аралығында сағат 10-нан 19-ға дейін қабылданады. Өзіңізбен бірге түйіндеме, жеке куәлік, біліктілікті растайтын құжат пен оның көшірмесі қажет. Жобаға қызметкерлерді таңдау жөніндегі сұрақтарды ұйымдастырушылар қойылады. Сәтбаев қаласы Қазақмыс тобының технологиялық колледжі, Абай көшесі 1А, телефоны +7 71 063 25 616 25 870 25 883 25 715.